Енді біз әрмен қарай тікелей эфирмен жалғастырамыз. Қазір осы ортаға шығайын деп отырған соғыс ардагері, талай соғысты басынан өткізген, енді көрмеген жоқ ол азаматтың. Атамыз енді анда-санда бүгінгі эфирға шақырдық, енді аз ғана өмірі қалды деп енді бір түсіріп алайық, телевизорға, радиоға басып алайық дедік. Мынау минаның ұшқындар басына тиген ба, оқ тиген дейді, алдынан кіріп артынан шығып кеткен дейді ме, оқ бірдеңе енді. Контузиян бар дедім, әйтеуір шақырдық енді. Содан кейін қазір анау-мынау әңгіме айтып кетсе айып етпеңіздер. Сонымен біздің ортамызда біздің қонағымыз Ұлы Отан соғысының ардагері Қисық Ақсақал. Мінекей, қолша қошеметтеп қояйық. Сізді мынау тікелей эфирге шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Мына кісілердің бәрі сіздермен кездесем деп отыр мінекей. Мынаның бәрі соғысқа қатысқан ба? Жоқ, соғысқа қатыспаған. Бұл сізбен кездесем деп отыр ғой. Сізді көреміз деп. Арасында мен жоқпын ғой. Қалай сіз боласыз? Сіз мұнда тұрған жоқсыз ба? Мен мұнда тұрмын ба? Иә. Ақсақал, қош келдіңіз. Мына Қисық Ақсақал, бірінші сұрағымнан қоя берейік. Соғыс қалай болды? Чөтке болды ғой. Ұнады, құдаларға да ұнады. Екі үй күтті, қалған құдалар жабылып кафеге күтті. Ой, құдағи мощный екен. Стоп. Жоқ, Ақсақал, мен сіздің құдалығыңызда шаруам жоқ. Мен сізді соғыс қалай өтті деп сұрап отырмын. Қалай болды соғыс? Соны айтыңыз. Соғыс болды ғой. Болып қойды ғой. Кешігіп қалдыңдар. Кетіп қалды бәрі. Түсінікті бағана сіздерге түсіндіріп айтқам, құрметті ағайындар. Енді сіз қай жерде соғыстыңыз? Талдықорғанда соғысқан. Жаңақорғанда соғысқан. Шолаққорғанда соғыстым. Бейбітқорғанда соғыстым. Жоқ, сізге қорғаны болса ол соғыса берген сол деймін. Қорғаны болып соғыса берген. Ол Бейбітқорған деген әнші жігіт қой, қазір ғана ән айтып кеткен. Сіздің алдыңызда мына қазір неден соны көріп бұра салдыңыз ау деймін. Түсінікті болды. Мен қай жерлерде болдыңыз деймін да, қай жерде болдыңыз соғыста? Мен Сталинградтың ортасында Ленинград деген орман болатын. Сталинградтың ортасында Ленинград деген? Содан қой. Бірінші күні немістер бізді орманнан қуып шықты. Ормандастар ғой сонда? Екінші күні біз немістерді қуып шықтық орманнан. Үшінші күні орманның қарауылы бәрімізді қуып шықты қараңғаға. Орманнан ба? Неге қуып шықты? Білдіресіңдер ғой, ар ойнаңдар деп қояды бізге. Ар ойнаңдар дейді, сіздер сода соғысты ойын көрдіңіздер ғой. Бәрекелді келіп. Сен менімен ойнап тұрсың ба? Жөндеп қойып сұрақты. Ыржалаң етпей. Қойып отырмыз ғой. Ал енді Ақсақал, сұрағым жалғастырайық. Соғыс жылдарындағы жағдайларыңыз қалай болды? Қазір тілмен айтқанда условия. Жағдай жасалыны былай тамақ жағы дегендей. Әкімшілік жағдай жасап қойған. Біз ол кезде 5-ші этаж 105-ші серия трехкомнатный евроремонт окопта отырдық қой. Жоқ, Ақсақал, мен сізге ана евро үйіңізді ремонттау деп айтып отқан жоқпын. Сіз соғыс туралы айтып. Соны айтып жатырмын. Біз окопқа лифтімен шығатынбыз. Окоптың ішін көрсең, люстралардың бәрі шетелдікі. Бельгийский кілемдер руками не трогать деп жазып қойған. Отопление линолеум, свет, су, газ, отопление орып тұр, Аристон. Ақсақал, рахмет, ажағына барды. Турецкий киноларды көріп, кешкі салқынмен соғыстық қой. Кешке қарай болады. Құрмет көріңізден. Жоқ, сеніп отырмын көке. Сеніп отырмын. Сөйтіп қойсың. Так енді, сіз соғыста не айтадыңыз? Транспортты айтып отырмын. Бәсе адамды бір түрлі қыз бердім. Транспорт жағынан, мотоцикл ма, танк ма, соны? Жоқ, джип деген черный бумер. Танкым болатын. Қандай деген? 3-семерка. Джип нөмірін айтып жатыр. Құлақтар наушник деп құлтап секіріп түсеміз. Ол кезде қазіргі жын ойнақ өлең жоқ, баяғы әндер наушник. Тамаша әндер шығар ол кезде. Анау, попробуй, жагычек, шарап. Я волна, новая волна. Ой, сөйтіп соғыс. Қой, енді Ақсақал, енді мынау қазір кеше ғана шыққан өлеңдер ғой. Мына енді соғысты енді мынау қарша борап жатыр оқ деген. Немен соғыстыңыз? Қылышым болатын мынандай. Соғыста, Ұлы Отан соғысында қылышпен жүрсіз бе сонда? Жоқ, арасында азамат соғысына да барып келеміз, қол босағанда. Әбетте Афғанстанға барып, анда-санда қатысып келеміз. Араласып болды ғой соғыс. Ояқта жарыстап. Әйтеуір сөйтіп соғыстық қой.
Sonda түске дейін азамат соғысында. Әбетте Ауғанстанға соғысты. Әбетте Ауғанстанға кіріп әбет соғысты. Кешке 5-6 мен арасында Турецкий кино көріп алып, сонда кешке соғысты. Сондай болды. Бүкіл жағдай жасады. Сенбейді қазір балдар. Сонда атпен келіп қар борап тұрғанда пушкілер алдымызда шыққан кезде аттың үстінде аяғын шабамыз. Қолын шабамыз. Аяғын шабамыз. Қолын, аяғын. Сонда бас жоқ па екен? Басы бар болса соғысасың ба? Бас жоқ дейміздер ғой соғысып жүрген. Сізді контузия алған дейді, сұрақтарың жақсы басы болса соғысасың ба деп. Так енді мына тұтқынға түскен кездеріңіз болды ма? Пленде болдыңыз ба? Пленде. Әбден қинаған шығар анау тырнақтың астына нелер жіберіп ағы. Маникюр ма? Ондай болған. Жоқ, маникюр емес, ана біз тығады дейді ғой, ине тығып қинайды дейді ғой. Қайтыңдар, қай жерде тығылған, ненің бәрін түсін. Бұлай болды бізде. Bir орыс, bir өзбек және мен үшеуміз түстік. Үш адам түстіңіздер. Орыстан сұрады, сдаешься деді. Нету деп еді, кету деп ат тастады. Өзбектен сұрады, сатыласам ма деді. Йоға деп еді, бәлоға деп ат тастады. Менен сұрады, сатыласың ба деді. Ой, сіз енді қазақ азамат тұрып алған шығарсыз burada. Сатылмайым, сатылмайым. Ох, міне, сатылмайым. Содан не істеуші еді, ат тастады. Сәл кішкене бұла жобаға келтіріп айтсайшы мына сәл кәлияға түсіріп жауапты деп мынауыңыз енді атысады деп көзді бақырайтып қойып тұрсыз ғой құдайға шүкір аман есен. Ол кезде өлуге уақыт жоқ қой. 6 секунд шығарып жібереді ғой соғыстан. Бітті кетті контракты, бітті өлдім. Сіз еще жүресің. Жарты сақпадан үш соғыста жүрген адам кешіргіз оны ұмытып кеттім ғой. Біліп қоймас екен деп ем осы. Басырана деп тұрғаны мат керек деп тұрғаны біліп қой, ер азамат ақсақал басыңызбенен бетіңіз бүлкетпен бүкіл бетіңіз бір ет дейді ғой. Бергел дейді. Сенің апаң кімнің арқасында мәт көрейін отта? Бір жөміз апам емес пе мынаны? Мен ғой үйде атаман. Таңға дейін әңгімелесетін ақсақал емес. Ақсақал енді мына киноны қоспасаң, телевизорды қоспасаң, тек қана алға дей береді ғой. Сол рас болсы. Енді оңға, солға деп соғыспайсың ғой. Тек қана алға қой о кезде. Тек қана ақылда шығастырды алға. Алға. Мысалға, мен сізге бір сұрақ қойын. Алға деп ұрып келеді. Алға деп жаңа қолда қылыш. Ұрып келеді. Алдыңызда сіздерден көп немістер тұр. Танкісімен жағы транспорттарымен оғын жаудырып сіздерге келетір оларды жағы өздерінің сөздерін айтып. Сіздер алға деп келесіздер. Сонда да алға деп бұзып өтіп кете берсіңіз. Алға, немістер көп. Алға деп, алдыңыз тола немістер. Онда былай қарай бұрылып алға. Алғаны ұмытпасаң болды ғой, жүгіре бересің ғой соғыста. Ой Алла. Оңға солға деген ұран жоқ, солға алға. Алға. Ақсақал енді мына сізге біздің әкімшіліктің атынан, біздің мына ұжымның атынан мына жақында мерекелеріңіз келе жатыр, соған 5 килограмм күріш, 5 килограмм қант, жаңағы 5 литр майымыз бар еді, соны өзіңізге құрметпен тапсырсақ деген ниет бар еді, құда қаласа. Жаңа мынау 6 кило сияқты еді, 5 кило болып қой. Қой 4 килоға жетпей жатып, мен